Сирия деген мемлекеттің бар екенін білмейді екен. Мысалға, мен мынам неге деп сондай. Солай неге? Соттар өздері шешті да, олар өздері сендерге негізі өлім жазасы деді жаңағы. Қай жерде теракттар болды, қай жерде жаңағыдай горячий точка дейміз, мысалы жаңағы соғыстар болып жатқан жерлерде көбінесе жүретін жаңағы салафилік ағымды ұстанатын кісілер. Террорлық, такфирлік жамағаттағылардың халифасы көсеммін деп тұрған Бағдадидің өзі туннелде 2 баласымен жарылып өлді. Бағдадидің көзі жойылғаннан кейін радикалды террорлық топтар біртіндеп әлсіреді. Интернет шексіз кеңістік, ол жерден әліміздеген адам қалағанын табат, бірақ адасудың да қаупі зор. Ғаламторда хақ дінді насихаттайтындар да, діннің атын жамылып, теріс мақсатын жүзеге асыратындар да бар. Бүгінде Сирия сценарийі әшкерленіп, Даиш халықаралық террористік ұйымының жоба екені дәлелденді. Лаңкестердің қарулы қақтығысы да бәсеңдеді. Бірақ әлеуметтік желіде оспадарлықтың озбыр үні өшпей тұр. 8-9 ғасырларда 658 жыл пайда болған ең алғашқы харижи дейтін ағым бар. Өздерінен басқа адамның бәрін кәпір санап, өздеріне қосылмаған, өздерінің ұстанымдарын қабылдамағандарды өлтірген. Неше түрлі айып тағып, қаншама бейкүнә мұсылманның қанын төккен. Оларды харижи деп атаған, хауарижиді. Ал енді біздің ғасырымызда олардың дәл солардың копиясы бар, көшірмесі. Ол такфирлер, ол сәләфиттер. Яғни тек атауы босқа, ұстанымы, өзгелерді айыптауы, жазықсыз мұсылмандардың қанын төгуі, жаңағы ел арасында, қоғам арасында ірткі жасауы айна қатесіз десек те болады. Бірдей. Біздің мынау радикализация проблемасын діни жағынан зерттеген кезде 100% адамдардың осы 75-80% осы интернет желісі арқылы арбалғанын көріп отырмыз. Одан кейін таяу шығыстағы Сирия аймағындағы оқиғаларды да мына Еуропа мемлекеттеріндегі институттардың зерттеуі нәтижесін қарайтын болсақ, 80% осы интернет желісі арқылы арбалып Сирияға кеткендер. Радикалды деструктивті діни ұйымдарда жалпы исламдық терминдерді, исламдық қалыптасқан сөздерді өздерінде сондай бір қағида ретінде ұстап, соны бір қатаң қағида қылып қалыптастырады. Сирияға шығу болсын, таяу басқа мемлекеттерге жаңағы дін үшін, Құдай үшін соғысу дейді. Иә, дін үшін, Құдай үшін соғысу исламда қарастырылған, бірақ себеп салдарларын бұлар басқаша бұрмалап өздерінің саяси, әлеуметтік басқа көздеріне жаңағы айналдырып алады. Жәннаттың жолы осылай. Бұл нағыз шариғат деген ұранмен мыңдаған жазылушы жинаған парақшалар бар. Бірақ сол жазбалардың артында кім тұрғанын, не мақсат көздейтінін көбі біле бермейді. Басында қызу қанмен еттік қой, бардық қояға. Ол кезде енді менің сезімім басқаша болды, шын айтайын. Басында кеткен басқаша, артынан оны түсініп. Естай Орынбаев, лақап аты Абу Хозейфа. Ең басында ғана 14 жылмен ғана халифат дейді ғой, гиш. Сол уақытқа олар ең бірінші ғана өздері объявлять етті ғой, біз міне халифат құрдық деген. Сонда ең бірінші есімде маған видеосына келіп көрсеткені. Осылай халифат жаңағы, мен сұрадым одан, не зат ол, қалай, не болып жатыр. Осылай жаңағы біз мемлекет болып, маған күйтіріп, сол ең басында ол әшейін сөз сияқты болды, жаңа мұсылмандар, жаңа бұлар бүйтіп жатыр, ол жақта адамдар слабый емес дейді, жаңа женщины, әйел адамдар, қыз балалар деп, солардың суреттері болып, міне видеолар көрсетеді, ол жақта оларға көмек керек халыққа да. Сөйтіп жаңа 2015 келгенде уже ақыр аяғында соңғы халиф болды, жаңа өздерін айтқан Абу Бакр обращениесі болды, помню. Естайдың діни сауаты жоқ, ұстаз алдын көрмеген, діни мағлұматты интернеттен алыпты. Салдарынан отанын, отбасын тастап, төрткүл дүниені теңселткен террорлық топқа қосылды. Таяу шығыстағы тұтас бір мемлекеттің тозып, халқының босып кетуіне үлес қосты.
мен әуелде олар Турцияда болды ғой, Турцияда болдық деп хабар келді. Сосын ойладым, Турцияда жұмыс істейді деп көзім жоқ, қуанып жүрмін енді. Сол жақта жұмыс істесін, несін айтып отыр. Сосын жаңағы соны естіп мықты ауыр болды. Мен далаға шықсам да шыға алмаймын, көшеде кетіп бара жатамын балдарды. Менің балам сияқты. Сосын менің балам, сосын ойлаймын, мына жұрттар жүр бәрі, менің балам неге деп солай неге бәрін тастап, әке-шешемді тастап кетіп қалдым да. Именно басқа жақтағы адамдарын олар использовали да, то есть сендер міне жауынгерсіңдер, сендер міне соғыс үшін келіңдер, соғысасыңдар, соғыспасаңдар болды, өлтіріп тастаймын сендер бізге керек емессіңдер да. То есть как ты приехал туда, келдің ба, и саған уже қайтатын жол жоқ уже артқа қарай. Өліп жатырады, жаңағы зорлық, зомбылық жасап, қинап жатыр, өлтіріп жатыр. Сен бәріне қарамайсың, бұлар өтірік шығар, жаңағы нетпей шығар, бәрін ойлайсың. Бәрі орнымен осылай болу керек шығар. Мен ол кезде ранение неттім, алдым, ұшақ ұрды, мына жарты жағын жасамай қалды, аяқ қолдарым шамасылады. Я бір тірімі, өлімі сондай бір қабырға кеткенде отырдым енді. Сирия деген мемлекеттің бар екенін білмейді екен. Мысалға, өзім изгой сезіндім жаңағы айтпайды. Мен балам кетіп қалды. Мына жұрттар жүр бәрі. Мен балам неге деп солай неге сәләфилік жамағат тармақтарға бөлінді, өз арасында әлсіреді. Біріншісі Бағдадидің көзі жойылуы, екіншісі жаңағы Саудиядағы дін мемлекет саясаттағы кейбір өзгерістер. Бір ағым біткенмен екінші бір түсінік, екінші бір ағым келеді ғой. Шынайы ілімді тірі адамнан, ұстаздан үйрену қажет. Ал виртуалды кеңістік алдамшы әлем. Ол сізге жауап бермейді, сіздің тағдырыңызға да жауап бермейді. Дін үйренудің қауіпсіз жолдары. Ресми діни порталдар мен мешіт сайттарын пайдалану. Ресми қызмет ететін дін қызметкерлерін ғана тыңдау. Әлеуметтік желідегі дереккөздің сенімділігін тексеру. Күмән туса, маманнан сұрау. Салафизмнің біздің салт дәстүрімізге, әдет ғұрпымызға, жаңағындай біздің менталитетімізге қарама-қайшы келетін жерлер көп салафизмнің. Сол себептен Қазақстан жерінде, қазақ жерінде салафизмнің болашағы жоқ деп ойлаймын. Және де бұл идеологияның Қазақстанда таралуына тыйым салыну керек. Қазақстанда дін муфтият арқылы, теологтар арқылы насихатталу керек. Сонда ғана тәртіп болады, сонда ғана елімізде бейбітшілік, тыныштық болады. Кезінде лаңкестерді қолдап, опасыздықты көзімен көрген Естай қазір жазасын Ақмола облысында өтеп жатыр. Ақсырға айтарым жаңағы более бдительным да, интернет роликтерге өте абай болсын. Себебі реклама дейді, жаңа рекламасы интернеттен болады да. То есть өте қауіпті ана. Исламда ең бірінші парыз ол өзінің отбасымен келесі ата-анамын. Мен жоқ кезде ең бір ойландыратын бір не бар, тек бір жай бар. Ол менің өзімнің әкем қайтыс болып кеткен. Тек ойлайтын тек соған тек кешірім сұрап үлгере алмадым да содан деп ойлаймын. Пока шешем тірі, шешемнен тек кешірім сұрап үлгерсем, сол маған шүкір да жаңағы. Отан деген ана ғой. Отан ана. Ана мысалы любой ана баласын кешіреді ғой. Кешіреді. Не де болса қуаныштымыз ғой енді, сосын ойладым енді. Үкіметке де рахмет енді. Все-таки оңай емес қой, Сирияға адам алып келу.
Әр адам өз өмірінің күзетшісі. Бір сілтемені басу арқылы үлкен қателікке бой алдыруың мүмкін. Сондықтан әрекет етпей тұрып ойлан, сұра, тексер. Сенім ойыншық емес. Хақ дін сені имандылық жолына шақырады, ал бұзық дін түпсіз тұңғиыққа батырады.